Биыл елімізде сот медицинасы қызметінің құрылғанына 66 жыл толады. Ал сыр өңірінде аталмыш саланың қарқын ала бастағанына тура 64 жыл. Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылғы жарлығында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінен Әділет министрлігіне сот медициналық, сот наркологиялық және сот психиатриялық сараптамалар жүргізу функциясын беру белгіленіп, осы негізде Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы сот сараптамасының кейбір сұрақтар туралы атты қаулысы шықты. Осы орайда 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне қарасты сот медицинасы орталығы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі қарамағына өтті. Дәл сол жылдың 1 шілдесінен бастап кәсіпорынға сот наркологиялық, ал 2016 жылдың 1 шілдесінен сот психиатриялық сараптамалар біріктірілді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сот медицинасы орталығы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына білікті басшы, медицина ғылымының кандидаты Ахметқали Жардемов басшылық етуде. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сот сараптама органдарының сараптама жүргізуі, Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық, азаматтық процессуалдық кодексіне, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне, Қазақстан Республикасындағы сот сараптама қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республикасындағы сараптама органдарының сот медициналық сараптама жүргізу тәртібі мен нұсқаулықтарына сәйкес жүргізіледі. Қазіргі таңда аймағымызда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі сот медицинасы орталығы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Қызылорда облыстық филиалы жұмыс жасауда. Мемлекеттік мекеме 7 аудан және 2 қала бойынша қызмет көрсетеді. Филиал құрылымына әкімшілік шаруашылық, жалпы сараптама бөлімі, сот биологиялық, сот гистологиялық, химия токсикологиялық, медико-криминалистикалық, сот наркологиялық, сот психиатриялық сараптама бөлімдері кіреді. Штаттық кесте бойынша бүгінгі күні филиалда 68 маман, яғни 25 сарапшы дәрігер, 15 орта буынды медицина қызметкерлері жұмыс жасайды. Сарапшылар біліктілігін арттыру мақсатында үнемі білімдерін жетілдіріп, республикалық халықаралық семинарларға қатысып отырады. Айта кету керек, филиалда молекулярлық генетикалық сараптамадан өзге де барлық сот медициналық сараптама түрлері жүргізіледі. Сот медициналық сараптамасының ең негізгі қызметтік бағыттары қолжетімділікті, тиімділікті, сарапшылық сапасын арттыру. Сот сарапшысының құқықтары қандай? Сот сараптамасының нысанына қатысты іс материалдармен танысуға, қорытынды беру үшін қажетті қосымша материалдарды өзіне беру туралы өтінішті мәлімдеуге, қылмыстық процесті жүргізуші әрі соттың әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуін қадағалайтын органның рұқсатымен іс жүргізу әрекеттерін жүргізуге, сот отырысына қатысуға және оларға қатысушы адамдарға сот сараптамасының нысанасына қатысты сұрақтар қоюға, өзі қатысқан іс жүргізу әрекетінің хаттамасы және тиісті бөлігінде сот отырысының хаттамасымен танысуға, сот сараптамалық зерттеу барысында анықталынған сот сараптамасын тағайындау туралы қаулыда ұйғарымда қамтылған мәселелерден тыс мән-жайлар бойынша өз құзыреті шегінде қорытынды беруге, ана тілінде немесе өзі білетін тілде қорытынды ұсынуға және айғақтар беруге, әрі аудармашының тегін көмегін пайдалануға, одан бас тартуды мәлімдеуге. Сот сараптамасын жүргізу кезінде қылмыстық процесті жүргізуші органның, соттың, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуінде жатқан органның және істі жүргізуге қатысатын өзге де адамдардың құқықтарына нұқсан келтіретін әрекеттеріне шағым жасауға, сот сараптамасын жүргізу кезінде келтірілген шығындарға өтем алуға, әрі сот сараптамасын жүргізу лауазымдық міндеттерінің шеңберіне кірмейтін жағдайда орындалған жұмысы үшін сыйақы алуға құқығы бар. Сонымен қатар сот медициналық сарапшы құзырына зорлықпен өлтірілген жағдайда мәйітке сараптама жүргізу, зорлықпен өлтірілгендігіне күдіктенген жағдайда немесе мәйітті сот медициналық тәртіппен зерттеу қажеттігімен түсіндірілетін жағдайлар кезінде мәйітке сараптама жүргізу, денсаулыққа келтірілген зиянның сипаты мен ауырлығын, жыныстық жағдайларын анықтау және сот медицинасы саласындағы танымдарды талап ететін басқа да мәселелерді шешу үшін жәбірленушіге, айыпталушыға және басқа да тұлғаларға сараптама жүргізу, зертханалық зерттеу әдістерін қолдана отырып затпай айғақтарға сараптама жүргізуге, тергеуге дейінгі тексеру материалдарына, қылмыстық, әкімшілік және азаматтық істерге, сондай-ақ жеке айыптау ісі бойынша сараптама жүргізу, диагностика және емдеу кезіндегі кемшіліктердің бар жоқтығын, олардың науқасқа тигізген залалын, медицина қызметкерлерінің тікелей байланыстылығын, тиісті ереже, нұсқаулықтың сақталған-сақталмағандығын анықтау кіреді. Айта кетейік, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі жауапты хатшысының бұйрығымен бекітілгендей, сот медицинасы орталығы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына ақылы қызметтерді жүргізеді.
жүргізілген қорытындылар жәбірленушінің, айыпталушының өзіне ғана беріліп, ол жөнінде мағлұматтар сарапшы тарапынан жарияланбайды. Сот медициналық сараптаманы жүргізу кезінде жәбірленушінің денесінен жарақат немесе соққы байқалған жағдайда сарапшы оларды қарапайым белгілерге сүйене отырып денсаулыққа келтірілген зиян ауыртпалығы бойынша бағалайды. Яғни сарапшы жарақаттың бар екендігін, сипатын, орнын, олардың салынған уақыт алшақтығын, жарақат келтіру белгілері және механизммен жарақат салынған құралды анықтайды. Қинау кезінде анықталған жарақаттар дәлелдемелікті нақтылау мақсатында фотосуретке, бейне таспаға түсіріліп, қорытындыға қоса тіркеліп, сарапшылық тағайындалған тұлғаға беріледі. Филиал сарапшылары, құқық қорғау ұйымдары, Қызылорда облысы ішкі істер тергеу басқармасы, жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары, емдеу мекемесі, облыстық ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы, облыстық обаға қарсы күрес станциясы мамандарымен бірге тығыз байланыста жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар филиал ұжымы Қызылорда облысы әділет органдары үйлестіру кеңесінің төрағасы Қалдыбек Ерубайұлы Сапаровтың ұйытқы болуымен қарттар және жетім балаларға, алимент ала алмай отырған аналардың балаларына көмек қолын созу мақсатында қамқорлық акцияларына атсалысып тұрады. Сондай-ақ Рамазан айы қарсаңында сауапты істерден құр қалмай, орталық мешітте ауызашар беруді дәстүрге айналдырған. Бастысы төгілген тер мен етілген еңбек еленіп, филиал сарапшылары министрлік, орталық және облыс әкімдігі мен облыстық әділет департаменті басшылығының арнайы алғыс хаттарымен марапатталып тұрады.